брауни жасайын деп жатырмын. Бұл әдеттегі брауни сияқты емес, бұл банан қосылады. Холодильникте банандарым қалқапты, осындай. Брауни пісіруге шештім. Содан кейін шоколадтың мынандай түрін алғаныңыз абзал болады. Себебі мына жерде какао бізде 70 болса, мына шоколадта бізде 45% какао болады. Яғни сондай брауни жасағанда шоколадный дәм шыққан абзал. Сонымен қатар бізге бұның бәрі қажет болмайды. Екеуі 100 граммнан бізге тек қана 150 грамм шоколад керек болады. 200 грамм сары май, 3 жұмыртқа, 200 грамм қант, ұн менде 120 грамм, және де шым-шым тұз керек болады. Ыдысқа салдым. Енді осыны еріту керек. Бұны газға қойып ерітпеңіздер, себебі шоколад түбіне жабысып қалады. Водяной баняға істеуге болады. Яғни бір ыдысқа су құйып, қайнатып, соның үстіне мынандай шоколад пен сары май тұрған ыдысты қойып, үнемі араластырып тұрыңыздар. Бірақ мен микроволновкаға қойып жіберемін. Шоколад еріді. Міне, енді жақсылап араластыру керек, және де бұны суыту керек. Шоколад суып біткенше қант пен жұмыртқаны араластырамыз. Жай ғана венчикпен қант ерігенше араластырамыз. Қант еріді, шоколад суыды. Енді екеуін қосып араластырамыз. Духовкамды қосып қойдым, формамды дайындап қойдым. Енді ұнға 120 грамм ұнға шым-шым тұз қосып араластырамыз. Және де мынау сұйық массаға қосып қамыр жасаймыз. Енді дайын қамырды формамызға құямыз. Менің формам 26 диаметрлі. Бұған 22 кішірек формалар жақсы болады. Себебі құрамында бұның содасы да жоқ, разрыхлитель де жоқ. Яғни бұл қатты көтерілмейді. Енді мына банандарды үстінен саламыз. Бұл қатты пісіп кеткен банандар. Болды. Енді қазір 170 градусқа 25 минутқа салам. Брауни пісті. Бұл өзі влажный болу керек. Сәл ғана көтерілді. Және де піскен. Міне. Піскен. Енді осының үстінен шоколад құйсаңыз болады. Мен бірақ Nesquik какаосын сеуіп шығамын. Өте дәмді болады. Шоколадты барлығы жақсы көреді, үлкені де, кішісі де. Рахаттың какаосын қоссаңыздар болады. Nesquik тәтті болғаннан кейін Nesquikті қосамыз. Жасаңыздар, өте оңай және өте дәмді брауни торты.